Бұл жерде дағы бір чоң бір мәселе бар. Ротация мәселесі бойынша бұл жерде Чоңалайдың акимі кім? Мен. Фамилияңыз? Шамырқанат. Маған түскен малыматтар бойынша Шамырқановты жұмыстан кетіреміз, жана өзімізге лайықты жетекшіні алып келеміз деп Чоңалайлықтар бірігіп алып тұрып, ошол жердегі райондық әртүрлі структураның жетекшілері бірігіп алып тұрып, әрекеттер жасап жатышты. Мына алардың арасында бар екен Чоңалайский районында Норматов Бақыт Ашимович дейді. Так, с 2009 года работает в управлении финансового района на должности начальника 2014 года. Он был же начальник района финансового. Так, Исраиль Муса Тойкулович с 2005 года директор Чоңалайского департамента сельского хозяйства. 20 жылдан бері бюджет işlейді. Қарамайсың нам істеушілер, как это так? Как это так? Вот 20 жылдан бері бюджетте işlеп отыр. Ротация қылмайсыңдар. Облыс жетекшілері қарамайсыңдар. Немесе үшін қарамайсыңдар? Район бойынша барлық қарап шықты. Райондық структуралардың жетекшілері 4-5 жыл işlegенден кейін ротация қылды. Мына бір адам 20 жылдан бері işlеп отыр. Органда. Emi özüne layıklı akil akbilemde var akıllı vardır. Karamayısınlar bu çocuk. Yemin olurasınlar. Akim geceden vermeysinler. Jakub Abdülhaşir Turdur Muhammadovich начальник Чоңалайского филиала статистического комитета. Şu öbürlerden Amerika orada жетекшілер отырып берді, қатысып отырады. Ya. Бұлардан бірісі де Чоңалайский департамент сельского хозяйства. Департамент сельского хозяйства области есть здесь? Присутствует, нет? Жоқ bu? Надо выбирать нужную журналу. Смогу? Исматиллаев Шерғазы Махамад Даипович дейді. Архитектура, управление архитектуры Чоңалайского района. Близкий родственник начальника Чоңалайского управления социальных фонда Тоқтосқұлов. То есть Чоңалайда жаман баяғы туған ұрықтар райондық структуралардың жетекшілері болып алып тұрдағын 5, 10, 15, 20 жылдар еш шешеді. То есть мафия болып алышқандар. Бұл не деген ақымақшылық, иә. Прокуратура қарабай ұшты, қана ол прокурор, барып жоқ дейді. Қарабайсың мәселе ұшты. Мұндайлар келешпейсіңдер дейсіздер. Анализ жасалайсың, жұмысшыларды анализ жасалады. Анализируйте по всей области, кто сколько работает, где работает, кто там состоит в родственных связях. И мы взяли человека, чтобы хорошо миллиард юсмили, тура? Мы взяли на пару жам, что ли? Пару? Қарамыздар ұшты, жардан береді. Чоңалай районы, бүгіннен башқа. Ақылы, мұна мен справканы оқып беріп отыр. Болған справканы оқып беріп отырсыздар. На примере. Это Чоңалайдың примерінде башқа райондарды қарағанда. Бүт райондарды, облыс бойынша барлық жетекшілер қарап шықты. Кто долго работает на одном месте, более 10, 15, 20 лет, ротацию надо делать. На другие районы. Башқа райондар уже өтіп райондар көп қойыз. Siz ротацияның негізіне келдіңіз бе, Аким Шамхан? Дайындалып кеттік. Қашан келдіңіз? 2023 жыл декабрь айында. 2023 декабрь. 2 жыл болып қалды, тұр, Қанша қайда істедіңіз? Үнкөр компаниясында іштеңіз. Муниципалдық ешқандай іштемін. Өзіңіз көрден боласыз? Көрден болып жетегіз қайда. Хорошо. Көрдің бе мұна? Жетегізден келіп іштеп отырды әкім. А жергілікті мафия баяғы райондық структуралар жетекшілері чоғылып алып тұрып, бұған баш бермей өзінше мафиозы структуралар түсіп жүршеді. А бизнес мұншықой отырамыз. Болды ем, уақыт келді. Енді қазір мен талдап шығам бардығына. Ақылы ұшыға реагировать етіңіз. Пожалуйста. Отырыңыздар. Тоқтосұлы Талантбек Тынышбекович дейді. Начальник Чоңалайского управления социального фонда дейді. Мына ұшылар барды чоғылып алып тұрып, шундай жұмыстар жасап кеткен. Ошол үшін айтайын дегенім, жергілікті билік органдары, мерлер, акимдер өзгөргө лайыктуу, өзгөрүп жете турган, иштей турган кадрлар тандап алып.
Кадр решает все, дейді. То есть кадр болу бойынша қолыңар бұтыңар ұзарбайды, қинала бересіңдер анда. Мақұл ғой? Кадрлар жашап тапқылар. İştebey тұрғандар болса, же болса, мамлекетке зиян келтіріп тұрғандар болса, айтқылар. Ол жерде қорғау органдары отырады, прокуратура органдары, сот органдары бар, милиция органдары, қауіпсіздік органдары. Достаточно структур, которые у нас может проконтролировать работу каждого государственного чиновника. Мы сможем это сделать. И сделаем скоро.